Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге вулкан деп аталатын пирогтың рецептісін ұсынамын. Пирог шын мәнісінде өте тез дайын болады және де ортасындағы кремі ерекше дәмді болып шығады. Бұл пирогты дайындау үшін ең алдымен газге қоюға ыңғайлы ыдысқа жұмыртқа мен қантты салып араластырамыз. Сүт құямыз. Жүгері крахмалын саламыз. Міндетті түрде жүгері крахмал болғаны дұрыс. Егер оның орнын ұнмен алмастыратын болсаңыздар, дәмі кішкене өзгеше болып шығады. Енді осыны осылай үздіксіз араластыра отыра, баяу отта осылай қоюланғанша араластыратын боламыз. Егер де араластырмайтын болсаңыздар, түбі жабысып қалуы мүмкін. Енді осыған сары майымызды саламыз. Ыстық болғаннан кейін сары майымыз осылай тез еріп кетеді. Пищевая пленкамен бетін жауып қоямыз. Кремге тигізіп жабамыз. Сол кезде біздің креміміздің беті қатып қалмайды. Тестамызды дайындап аламыз. Жұмыртқаға қантты салып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Сұйық май құямыз, сүт құямыз, онан соң тағы араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерімізді бөлек араластырып аламыз. Менде мұнда оң қопсытқыш какао. Енді осыны жұмыртқа массамызға 2 немесе 3 бөлікке бөле отыра салып араластырамыз. Бізде шамамен осындай қоюлықтағы қамыр шығу қажет. Енді формаға пергамент қағазын төсеп, осы қамырды құйып аламыз. Онан соң қасықпен тура видеода көрсетілгендей етіп кремді салып шығамыз. Кремнің температурасы маңызды емес. Сосын 180 градуста шамамен 40-45 минуттай пісіреміз. Міне біздің пирогымыз дайын. Ең алдымен осылай жан-жағынан ажыратып алып, онан соң формадан аламыз. Пирогтың бетін әсемдеу үшін кондитерлік қапшыққа шоколадты салып, ыстық суда ерітіп алдым. Онан соң тура видеодағыдай етіп, біздің пирогымыздың бетіне сеуіп шығамыз. Грек жаңғағын майдалап сеуіп шықтым, немесе оның орнына кокос стружкиін пайдалансаңыздар да болады. Міне біздің пирогымыз дайын. Пирог өте дәмді болып шығады. Сіздерге міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Балзия Ақжол. Егер де сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көп рецепттер болады.